Баршаңызға сәлем. Мен Балнұр. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылда әзірленетін салатты бөлісетін боламын. Қажетті заттар: қайнатылған сәбіз, картоп, шұжық, қызылша, укроп және гранатты өз қалауларыңызша пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен бірінші қайнатылған күштен өткізілген картопымызды осылайша айналдыра жайып шығамыз. Қолда бар затпен форма жасасаңыздар, болмаса арнайы қалыпқа осылайша айналдырып қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша аздап шым-шым тұз, майонез. Осылайша ыңғайлы етіп майонезді пайдалансаңыздар болады. Келесі күштен өткізілген сәбізіміз. Бұның құрамындағы заттар өте пайдалы, витаминдер көп. Балаларға әсіресе қонақ келсе сүйсініп жейтін салаттардың бірі. Әрине шым-шым тұз. Тағы да әр қабат сайын осылай аздап майонезді жағып шықсаңыздар болады. Әр қабат сайын майонезі сіңіп, кейін бір 10-15 минуттан кейін әдемі дәм береді. Мінекей халал шұжығымызды қолдап туратуға да, болмаса үккіштен өткізуге де болады. Тек шұжық қана емес, қайнатылған етпен қолдан кесіп, осылайша бетіне әсемдеуге, әдемі дәм беруге өте жақсы. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, осылайша әдемілеп қойдық. Келесі қызылшамыз. Әдемі форма беру үшін түрі де, түсі де, дәмі де әдемі болу үшін қызылшаны осылайша барлық бөлігін жауып, әдеттегідей тұзымызды, кішкене майонезімізді жағып шығамыз. Келесі кезекте жұмыртқаның ағын қандай әдемі биік дастарханға қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді, дастархандарыңызды әдемі ашады. Келесі кезекте сәндеу үшін мінекей тазартылған укропымызды осылайша бетіне жауып шығамыз. Шырша түстес әдемі укропымызды осылайша қойып шығамыз бетіне. Стаканды жаймен алып, ортасын гранатқа толтырамыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.